Табиғат және оның байлығы, табиғатқа адамның әсері. Табиғат – бір тұтас, бір-бірімен тығыз байланысты күрделі құбылыстардың жиынтығы. Олардың біреуінде болған жағымды не жағымсыз өзгерістер басқаларына әсер етпей қоймайды. Егер өте ыстық жаз күндерінде бір экологиялық жүйеге күн көзінің радиациясы зиянды әсер етсе, бұл құбылыс басқа экологиялық жүйеде де ізсіз қалмайды. Осының салдарынан әртүрлі табиғат ресурстарында өзгеріс болады. Ауаның атмосферасы жоғарылайды, топырақ сыртқы бетінің температурасы көтеріліп, тезірек кебеді, өзендер, көлдер құрғап, өсімдіктердің көпшілігі солып кетеді, жайылымдардың өнімділігі кенет төмендейді. Ортаға бейімделуде жануарлар мен өсімдіктердің генетикалық қасиеттерін сақтаудың зор маңызы бар. Әдетте жергілікті табиғат жағдайына бейімделген жануарлар мен өсімдіктердің өнімділігі жоғары, олар жұқпалы ауруларға беріле қоймайды, қатал табиғат жағдайларына тез көндігеді. Сол сияқты көлдер, тоғандар да өздеріне тән жануарлар мен өсімдіктер өмірі бар экологиялық жүйенің бір түріне жатады. Олардағы тіршіліктің өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, көлдерде балықтардың түр-түрінің шамадан тыс көп болуы, яғни көлдегі қоректік жемдер қорына сәйкес келмеуі, олардың өнімділігін төмендетеді. Ал шөппен қоректенетін ағашур, дөң маңдай балықтар үшін суларда шөптің аз болуы олардың өсіп-өнуіне нұқсан келтіреді. Адамның өмір сүру үшін табиғат байлықтары керек. Бірақ олар адам еңбегінің күшімен жасалмаған және адамға тәуелсіз өмір сүреді. Адам баласы табиғат байлығының көмегімен материалдық байлық жасайды. Республика жеріндегі тау-тас, орман-тоғай, шөп пен су сияқты аңдар мен құстар да адамзаттың қажетін өтеп, сән-салтанатын жарастырып отырады. Мұндай табиғат ресурстарына Қазақстан жері ежелден бай. Жалпы табиғат ресурстарының қоры сарқылмайтын және сарқылатын болады. Планетамызда адам санының өсуіне байланысты табиғат ресурстарын молынан пайдалану олардың қоры сарқылмайды деген ұғымның ескіріп бара жатқанын, сондықтан қандай жағдайда болса да, оған өте ұқыпты, үнемшілдік көзқараспен қарау керек екендігін мойындатып отыр. Табиғат байлығына адамдардың әсері. Ғылыми техниканың ғарыштап дамуы табиғатты тиімді пайдалану ісін ұйымдастыруда, адамзаттың алдына бірқатар жаңа міндеттер қойып, табиғатты қорғаудың көптеген мәселелерін шиеленістіріп жіберді. Алайда ауыл шаруашылық өндірісінің негізгі құралы жерге әсерін тигізетін қуатты техниканы абайлап қолдануды қажет етеді. Ғылыми техникалық прогресс өндіріс күшін дамытады, адамдардың тұрмыс жағдайын жақсартады, оның әл-ауқатын арттырады. Табиғатты пайдалану төлемдері. Қоғам мен табиғаттың қатар өмір сүруі бір-біріне тығыз байланысты заңдылық айналадағы табиғи орта адам өмірі мен денсаулығына қатысты, оның байлығын дұрыс пайдалана білсе, ол сарқылмайтын игілік көзі болмақ. Бірақ ол қоғам мемлекет тарапынан әлемдік мәні бар жайттерді ескере отырып, экологиялық, әлеуметтік және экономикалық қатынастарды реттеуді талап етеді. Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды. Ол барлық басқа заңдардың түпнұсқасы. Айналадағы табиғи ортаны қорғау. Жер қайнауы және минералдық шикізатты ұқсату. Су, орман кодекстері. Жануарлар дүниесін қорғау, оның өсімін молайту және пайдалану туралы заңдар қабылданды. Табиғатты жалпы пайдалану бұл адамның күнделікті өмірі мен денсаулығы, мәдени-эстетикалық қажеттіктерін табиғат объектілері есетінен тегін қанағаттандыру. Табиғатты жалпы пайдалану үшін табиғи ресурстар жекелеген азаматтарға бекітіліп берілмейді. Кейбір реттерде арнайы уәкілдік берілген органдар мен жергілікті өкілетті органдар табиғатты жалпы пайдаланудың өзге шарттарын белгілеуі мүмкін. Табиғатты арнайы пайдалану бұл табиғатты, оның қорын пайдаланушылардың әлеуметтік және экономикалық мұқтаждықтарын табиғи қорлар есебінен ақы төлеп қанағаттандыру. Табиғатты арнайы пайдаланудың шарттары дегеніміз, табиғат объектілерін нақтылы игерудің нысаны. Табиғатты қорғау мәселелері. Қоғамның дамуындағы әр формация табиғатқа әртүрлі деңгейде әсер етті. Алғашқы қоғамдағы адамдар табиғатты тек қана физиологиялық қажеттерін өтеу үшін ғана пайдаланды. Олар негізінен тіршілігін сақтау үшін өсімдік жемісін жинау, балық және аң аулаумен ғана айналысты. Ол кездегі адамның табиғатқа ықпалы онша байқалмайтын. Адамның азғантай әсері табиғатқа айтарлықтай нұқсан келтірмейтін, табиғаттың даму ырғағы ауытқымай жалғаса беретін. Бертін келе малды қолға үйрете бастады. Бұл енді табиғатқа әсерін тигізді.
Жайылымдарда мал табындарының топтасуы жабайы аңдарды қоныс аударуға мәжбүр етті. Табиғатқа аса ірі өзгеріс енгізуге себеп болған қуатты жеке меншік өндіріс құралдары бар капитализм заманы болды. Көп уақыт бойы адам табиғат байлықтарын таусылмайтын пайда көзі деп түсініп келді. Алайда адам қимылының табиғатқа кері әсері байқалып, кейбір пайдалы заттар таусыла бастаған соң, енді оны тиімді пайдалану қажеттілігі туды.